Damos. Biz dayımız, sizler şey. Ha? Ha? You now rocking with the best. Армысыздар қазақ елі. Бармысыздар көзі қырақты, талғамы жоғары, көрермен қауым. Ержігіт Бозғұлов атындағы 249 мектеп лицейдің білімнен өнерге, өнерден шабытқа атты фестиваліне қош келдіңіздер. Данияр, неге білімнен өнерге, өнерден шабытқа? Ең бірінші адамзатқа толыққанды қалыптасу үшін білім керек. Білімді адам талантты болса, өнерлі болатыны даусыз. Ал шабыт ол адамның дарынына, еңбегіне қанат бітіретін ұлы күш. Ендеше бүгінгі фестивальде өнерден шабытқа жетелейтін ұлы күшті энергетиканы көре алады екенбіз ғой. Бүгін білімнің биігін, өнердің құдіретін, рухани құндылықтарымызды дәріптейтін ерекше күн. Бүгін сахнада талант пен талап тоғысып, жүректен шыққан өнер көрермен жүрегіне жол табатын күн. Бүгін сіздерге керемет көңіл күй, әсем ән, ұмытылмас сәттер сыйлайтын күн. Ал бізге осындай керемет көңіл күйді сыйлайтын кімдер? Олар алты алаштың басы қосылғанда төрде отырып, мектептің жүрегі болатын. Олар мейірім, махаббат, сүйіспеншілік, жанашырлық сезімдерінің көрігі болатын. Тәуелсіз еліміздің эталондық бейнесі болып табылатын мәртебелі мамандық иелеріне бір сәт құлақ түрсек. Мен ұстазбын, мәңгі бағым сақталған. Мен ұстазбын, анам өте ақталған. Мен ұстазбын, адал еңбек бекіткен. Мамандығым, барша жұртқа мақталған. Ұстаз болу мақтанарлық жетістік. Ал оқушы енегесін егістік. Әр күнінде қызық түрлі дән жатыр. Есеп сурет зат есімен етістік. Мектеп маған күш беретін қабырға. Кітап байлық шақыратын сабырға. Тақта, қалам, қағаз біткен серігім, егін үшін білім берем тамырға. Әр минутым қымбат тұрар алтыннан, кейде уақыт тартып кетер алтыннан. Ұстаз үшін қиын емес еш нәрсе,
ең бастысы ізгі ниет талпынған. Үздік ұстаз болу басты арманым. Білім беріп, қалу тәртіп салмағым. Әр оқушым менің жеке әлемім. Білім болса, тауып ала қалғаным. Ұжым тату, әрбір ұстаз бақытты, әр сөздері сыйлап тұрар жақытты. Ұстаз деген мыңқты, пайдалығып өткізетін уақытты. Ұстаздығым мәңгі тәжім басындағы, ұстаз деген ұлы шәкірт қасындағы, ұстаз деген ұлы титулмен таққан үлкен белгі ұстаздық бағымдағы. Ұстаз жолы қиынырақ басқадан, Сырлары көп, сыртқа әлі шықпаған. Шаршаса да осы жолдың бойында. Қандай қызық, шын бақытын тапсадам. Ұстаз деген, ең құрметті жақсы адам. Керемет, өзгенің бақытын аялап, өз уақытын аямайтын ұстаздар қауымы кітап мен қаламсабын бір сәтке қоя тұрып, бүгінгі фестивальде өнер көрсетпек. Қазақтың би өнері күнделікті тұрмыстағы тыныс-тіршілікті дөп басып бейнелей білген. Би өнері арқылы шара жиын қылыға бастаған бишілеріміз халықтың қуанышы мен көтеріңкі көңіл күйін, әр шаңырақтың бақытты сәттерін еске салады. Олай болса, би өнерінің ләззатын сезінгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Фестивальде бірге би билейік. Қошеметтеріңізге алғысымыз шексіз. Ақелпе, қазіргі сұранысқа ие болып тұрған қазалы өнімдердің артықшылығы неде деп ойлайсың? Меніңше, қазалы өнімдерін халыққа ұсынып отырған жерлестерімнің еңбекке деген құлшынысы, қарым-қатынас құралы өз ана тілінде сөйлеуінде деп ойлаймын. Дәл солай, қазақ тілі
сіңген қасиетті туған жерімізде ырыс пен береке, молшылық пен татулық, тіпті сән салтанаты да келісті екені көрініп тұрған жоқ па? Иә, қазақ тілі ұлттың жаны, халықтың асыл қазынасы. Қазақ тілі Абай, Шоқан, Ыбырай, Жамбыл және ұлтымыздың барлық зиялылары сөйлеген қасиетті тіл. Тіліміз арқылы біз тарихымызды танимыз, мәдениетімізді құрметтейміз, болашағымызды қалыптастырамыз және тіліміздің алдында басымызды иеміз. Қошеметтеріңіз. Қазақ отбасының ұйытқысы ата мен әже тәрбиесінің алтын діңгегі. Иә, ата мен әженің батасын алып, өсиетін тыңдап, халық әндерімен сусындап өскен ұрпақ болашағының жарқын болмауы мүмкін емес. Ұлттық құндылықтарымыздың тірегі бола білген ата мен әже тәрбиесіне
құрмет көрсетейік. Керемет, қандай философиялық ой қолдайтын ән. Өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады. Қазақ халқы үшін мейірім заңнан биік, адамдық байлықтан қымбат болған. Кез келген адамға жанашыр, әлсізге қорған болу, мұқтажға қол ұшын созу, ол жүректегі иманның белгісі. Ал ұстаздар қауымы мейірім мен махаббатқа толы жүректерін бүкіл адамзатқа арнаған ұлы тұлға. Көлеңкелеп отыр едім көк талды. Бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма, апа, сенде мама бар ма? Деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып. Кірпігімді ал жасқа сүңгітіп, бір сұрақпен жылатып ап балақай, енді менің жауабымды тұр күтіп. Үндемедім, жауап қатып нетемін, халі таныс бұл кішкентай бөпенің анам бар деп қалай айталым, білем оның анасы екенін. Анасы мәңгілікке аттанған, әкесі жоқ, темір торыда сотталған, екеуінен бірақ демде көз жазып,
жетімсіреп қалған солай тәтті арман. Бүгін кешке мамам үйге келеді, деп балақай тәтті үмітке сенеді. Мамаң сенің жұмысына кеткенде, атасы оны алдап қойған себебі. Кішкентай ғой, оған қалай нанбасын, көніп жүрау, тағдыр басқа салғасын. Өзі жемей, мамам келсе берем деп, бір қолына ұстап апты алмасын. Аңсап жүрау, көргісі кеп шамасы. Кішкентайдың сағынышын қарашы, атын айтып айғайлайды еркелеп, бірақ оны естиді ме анасы? Өтсін көктем, өтсін қыс, жаз көзмейлі, байғұс бала үмітін еш үзбейді. Сәби жүрек сезіп жүрме бірдеме, әкен емес, тек ананы іздейді. Үміті зор, келер-ау деп ойлайды, қасыма кеп тағалансыз ойнайды. Әр әйелге жалт бұрылып елеңдеп, анау менің анам ба деп қоймайды. Аяп кеттім, жүрек босап, елжіреп. Екі көзім жасқа толды, мөлдіреп. Мұңы қалың бұл сүйкімді балаға айту қиын, маман сенің сөнді деп. Бір қалтаға кәмпиттің сап 15-ін, бір қалтаға тығып-тағы теңгесін. Байғұс бала күтіп отыр анасын, қайдан білсін, бүгін тағы келмесін. Ештеңе де айта алмадым балаға, жетімсіреп қалып кеткен далада. Тек тағдырға қапа болдым ішімнен, кішкентайды зарғып қойған анаға. Арман отын атып жандырған, өмір бойы өксімеуді заң қылған. Басым дейдім құдіретті анаға, баласына сөнбес үміт қалдырған. Жер бетіндегі барлық аналар мен балалар аман болсын. Бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен қазақ қызы әрдайым ұлттың айнасы, тәрбие мен тектіліктің белгісі болған. Халқымыздың аңыз жырларындағы қыз жібек бейнесі сол сұлулықтың биік үлгісі. Ол көркіне ақылы сай, сөзіне ісі сай, парасат пен нәзіктікті қатар ұстаған қазақ қызының символы. Әсіресе қыз жібекке аруларымыздың көркін одан әрі айшықтай түскен қос етек көйлек пен бешпен, зерлі тақия мен сәукеде тек сән үшін емес, ұлттық болмыстың айғағы. Өте орынды, сұлулық пен салт дәстүр үндескен жерде ұлттың рухы асқақтайды.
Қошеметтеріңіз. Өнердің адамның көңіл күйіне әсері қандай? Өнер адамның жан дүниесіне тікелей әсер ететін ерекше күш. Көңіл күй құбылған сәттерде өнер адамға тірек, жұбаныш немесе шабыт бола алады. Иә, өнер жанның шипасы. Адамның көңіл күйі қандай болса да, өнер оны өзгерте алатын күшті құрал болады. Қуанышта шабыт береді, мұңда жұбатады, шаршағанда дем береді. Көңіліміз әрдайым көтеріңкі болсын. Көңілімізді көтеріп, керемет қуаныш сыйлағандарыңызға рахмет. Қазақ даласының кеңдігі мен халықтың дархан көңіліне жаратушы иеміз еркіндік пен бейбіт өмірді сыйлағандай. Қазақ даласының керемет табиғаты, жан-жануарлары мен құстарының өзі бейбіт өмірдің жаршысындай. Осындай көңіл күйде бұлбұлдың даусын тыңдаудың өзі бір ғажап емес пе?
ортаға қарай келсеңіз. Мынаның өлеңнің бір куплетін өзің айтып көрші, музыкасы. Қошеметтеріңізге рахмет. Мен адамзат өнерінің ең көне әрі терең тақырыптарының бірі ретінде махаббат тақырыбын айта аламын. Мәңгілік махаббат тақырыбы адамзаттың айнасы. Ол әр дәуірде, әр халықта түрліше бейнеленсе де, мағынасы бір. Махаббат өмірдің мәні, шабыттың қайнар көзі. Тарихта сезімнің жаршысына айналған Естайдың қол жетпес арманы, Қорланға арнаған әннің өзі шын ғашықтықтың дәлелі емес пе? Ендеше осы емес пе сұлу арман, десе де бәз біреулер ғұмыр жалған. Арман де Естай сынды жырға айналсаң, арман де Қорлан сынды сырға айналсаң. Мәңгі өмір осы емес пе тұғыр болған дегелі, терек толғанысқа толы махаббаттың символына айнала білген әннің ғұмыры мәңгі биікте. Қошеметтеріңіз. Өнер тәрбие көзі, тұтас халықтың болмысы, өшпес тарихы. Қазақтың дәстүрлі өнерінде рухани тәрбиенің құралына айналып, өмірлік бағыт бағдар бере алатын асыл мұрамыз өсиет әндер мен терме болып табылады. Бұл туындыларда адамгершілік, имандылық, ата-анаға құрмет, елге адалдық сияқты құндылықтар насихатталады. Бұл өнер түрлері тек музыкалық мұра емес, тәрбиелік мектептің қайнар көзі.
Қошеметтеріңіз. Өнегелі сөзге құлақ түрер ұрпақтарымыз көп болғай. Мен қасиетті қазалыда биге келгенімді мақтан етемін. Әрине мақтануым орында. Туған жеріміз қазалы өнер қонған ел. Таңды таңбаластырған жыраулар, суырып салма айтыскерлер, ел жұртты аузына қаратқан шежіреші шешендер көп шыққан киелі топырақ. Өнер жайлы сөз қозғалғанда алдымен Роза, Мадина сынды күміс көмей әншілерімізге бас игендей боламыз. Халқы еркелеткен ән өнеріне іңкәр болған өнер саңлақтары ел есінде мәңгі қалмақ. жоқ қой. Қошеметтеріңіз. Данияр, бүгін білесің бе, сахнада өнер көрсетіп талантымен таңғалдырып жатырған ұстаздардың барлығы сынып жетекшілер екен. Білемін, ал енді сынып жетекші қандай болады? Нақтырақ білу үшін экранға бәріміз бірге назар аударайық.
Мұғалімдердің мектеп үшін рөлі ерекше, тәрбиенің қайнар көзі екенін білеміз. Бүгінгі фестивальге қандай тосын сыймен келген екен, соны білгім келіп тұр. Сынып жетекшілер жылулық пен мейірім ананы құрметтеуден басталатынын үнемі оқушының санасына сіңіріп, сәуле беріп келе жатырға ұлағатты ұстаздар. Олай болса, сынып жетекшілердің өнерін бірге тамашалайық. Үздік ұстаз болып басқа арманым. Солғанша гүлім көкке тұп, ана деп ән салам, жүрегін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ақ сүт беріп үзілген, басқаныма тай-тай қуантып, тұсауымды кестірген. Өмірге мені жолдайды, алтыға аспан астында, анандай адам болмайды, анандай адал болмайды. Кішкентайдан мені мәпелеп өсірген, осы күнге мені еңбекпен жеткізген, осы күнге мені ұйқысыз жеткізген аяулы анашым. Әзірге берерім
балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар, өзіңе арналған әнімді қосып ал. Қошеметтеріңіз, керемет көңіл күй салғандарыңызға рахмет. Қай кезде де қуанып, көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Ақша табарсың, көйлек аларсың, Тренд деп өлең болып қой, не өлең? Қай-қайда тренд дейсіңдер, бәле дейсіңдер. Не өлең өзі? Жоқ, өсте бересің. Әдемі бұл мұғалімдердің өлеңі ғой. Қандай мұғалімдердің өлеңі? Қарашы. Таза біздің өлең. Айт, ақша табамыз. Ақша. Көрдің бе? Айт. Көйлек аларсың деп қой, көйлек. Сәулені үй саласың дейді. Сосын көшеден 9-18 жетеуірді көрсең, танысың, танымасын, сигналы басасың дейді. Бәсе мұғалімдердің өлеңі ба? Әйтеуір TikTokта осы тренд деп мұғалімдердің бәрі видео салып, түсіріп салып қойған. Негізінше тренд түсіретіндердің бұндай видео жасайтындарды біз өкпелеуіміз керек. Біз жалпы біреудің ізін баспай тұрып, соның артынан әңгіме айтуға болмаймыз да. Сондай. Күзетші бола алмай жүріп, күзетшінің артынан әңгіме айтатындар бар ғой. Мұғалім бола алмай жүріп, мұғалімнің артынан әңгіме айтатындар бар. Кәсіподақ бола алмай жүріп, кәсіподақтың артынан әңгіме айтатындар бар. Кадр бола алмай жүріп, кадрдың артынан әңгіме айтатындар бар. Директор бола алмай жүріп, директордың әңгіме айтатын адамдар бар. Негізінше ол кісілердің артынан әңгіме айтпас бұрын біз олардың бірінші тәпішкісін киіп көруіміз керек. Тәпішке. Не істеп отырсың? Айтпеңдер жоқ деді. Сәйгінен тәпішсің кетіп Қай-қайдағы шығып. Осы біз түсінбейміз осы. Бей дегенді, тренд дегенді кім шығарған, қай ғасырда дүниеге келген нәрсе ол? Оны қоя емес, оны үстіндегі спартиканы қарасай әдемі ма? Осы әкімдер аралап жүр дегенсін алып отырмын ғой. Спартикның әдемі тұр. Бірақ енді біздің Алмасбек мырзаның мектепке келуге қолы босамай жатыр. Күн еріп кетті білесіздер. Қар еріп кетті, күн жылып кетті, көшенің барлығын су басып жатыр. Алмасбек мырзаның аяғында резинке етігі бар, көшені судан тазарту жұмыстарын жүргізіп жүр. Халықтың қамы үшін жұмыс жасап жүр. Халықтың мәңгайына біткен әкімі ғой. Шүкір ғой Аллаға. Біздің соңғы жылдары өзі Қазалы ауданына келген әкімдер халық үшін туылған азаматтар ғой айтыңызшы. Жалпы соңғы жылдары Қазалыға келіп жатқан әкімдерге сөз жоқ. Соңғы жылдар Қазалы көркейіп жатыр ғой. Өте дұрыс. Алмасбек мырзаға да ол кісінің алдындағы Мейрамбек мырзаға да алғысымыз шексіз. Осы тұрған Жеңіс парктың өзін ғана алайықшы біз, қалғанына тоқталмай-ақ қояйық. Жарты ғасыр елеусіз жатқан Жеңіс паркын жарты жылдың ішінде бір жарқыратып жіберді ғой. Кешке барсаң парктың ішінде жарты Қазалы жүреді. Демалыс күндері барсаң жарты Қызылорда жүреді. Бәрі осы Өте дұрыс айтасыңдар. Қарап ойланып тұрсам,
жарты менде біраз мәселе шешіліп жатыр екен ғой, Жігіттер, квенді ойнап жатыр, бірақ ренжімеңдерші. Дым айып болмасын, мен ұмытып кете берем. Біздің команданың аты қандай өзі? Команданың атын қалай ұмытып қаласың, ойнап жүр. Біздің команданың аты Батырдың балдары. Ау, ата-бабамыздың бәрі батыр қоймыз. Біз жалпы былайынан да Батырдың балаларымыз ғой, сенбейсіздер ма? Көріңіздер. Очу болаша, аңсатын уақыт келді. Үздік білім беру ұйымы 2025 Қызылорда облысында 2 мектепке ғана берілген. Соның бірі 249 мектеп лицей директоры Тәңірберген Батырбек Әйтібекұлы. Жалпы жігіттер ойланып қарап тұрсаң, мына үлкен жетістіктер Бәкеңнің арқасы ғой. Дұрыс. Бәкеңді 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да еңбегі өтемейсің. Асан, сен дұрыс түсінбесей, арқалап бару деген. Сен болса да арқалай алмайсың ғой, бұл енді томпақ емес па? Жігіттер қателеспеңдер. Бәрі ұжымның арқасында. Өмір біткеніңізді айтамын ғой, балаларыма Құдай деп. Мұғалімдер, ұстаздар деп. Біздің жеткен жетістіктің бәрі анау есіктің алдында отырған кезекшіден бастап, барлық қарауылдан бастап, барлық ұжымның еңбегі. Үлкен рахмет. Дұрыс айтасыз. Құмырсқаның несібесін піл жесе аштан өледі дейміз ғой. Пілдің несібесін құмырсқа жесе жарылып өледі деп жатамыз ғой. Әр нәрсе өз бұйырғанымен жоққа сабыр, барға қанағат ете білетін. Жарыс жолында жеңіске таласса да, оқу жылында сағатқа таласпайды. Батырдың балалары біз сонымен тамашалаңыздар. Сағаты да аз, айлығы да аз, категориясы жоқ. Мұғалім дүкенде. Құдай үнімі қарабай чипа-чипс қой 10 теңгені. 10 теңге тұрады ғой. Айлық түскенде қалатын зат екен, Сонымен тамашалаңыздар енді. Барлық білім ордасында, барлық мектепте әйел азаматтардың чаты бар ғой. Бір көкеміз байқамай, сол әйелдер чатына кіріп кетіпті. Скидкамен женский костюмдер аламыз. Аласыздар ма айлыққа? Ақтанатын дәлдер ма, қылмайсыздар ма? Есчат. Адам көріп тұрған жоқ, адам 24 айға алдыңдар ғой. Қолын құртыған 3 жарым теңгеден. Тамашалаңыздар, әр мектептің фойесінде айна бар. Сол айнаға әр пәннің мұғалімдері әр түрлі қарайды екен. Бірінші, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері. Бастауыш сынып пәнінің мұғалімдері. Және мектеп басшылары айнаға қалай қарайды екен көріңіздер. Рахмет, тамашалаңыздар, дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері көшеде. Қыздар, таныспадық па? Келесі әзіліміз Батырдың балалары Олимпиадада.
тұршы сен. осылай берілмейсің бе? Кірмейсің бе? Күлмей ма деймін? Кім көрмейді? Бәсе осындай бір күшті бар еді. Рахмет, күлкі өмірді ұзатады дейміз ғой. Сіздерге азғандай да ғана күлкі сыйлап жатқаным үшін қуаныштымыз. Жалпы қазақта айтады, көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді. Бұл фестивальдің ұстаздарға беріп жатқан тәжірибесі өте зор. Танылмай жатқан таланттарды таныдық. Қасымызда жүрген әріптестеріміздің керемет қоңыр дауыс иесі екенін, мың бұралған биші екеніне куә болып жатырмыз. Жаңашылдыққа жаны құмар, жаңарудан жалықпайтын батыр және оның балалары. Келесі кездескенше. Керемет көңіл күй сыйлағандарыңызға рахмет. Бүгін ұлысын ұлттай білетін ұстаздарымыз сахна төрінде өнерлерін көрсетіп, өздерінің жаңашыл, өнерлі, креативті ұстаз екенін көрсете білді. Бүгінгі біздің өнер көрсетуіміздің өзі тәуелсіз еліміздің арқасы. Кең байтақ жері мен бай табиғаты, еңбекқор халқы мен тату тірлігі мемлекетіміздің басты құндылығы. Берекесі мен бірлігі жарасқан, тарихы терең, болашағы кемел қазақ елінің бақытты ұстаздары Қазақстанның елін, туған жерін мақтан тұтады. Береке тек молшылық емес, ол ынтымақ, татулық және өзара құрмет. Бірлігі бекем ел ғана биік белестерді бағындыра алады. Берекелі қазақ елі жасасын!
дамуы мен гүлденуі әр азаматтың ортақ міндеті. Қазақстанның болашағы білімді ұстаз бен саналы ұрпақ қолында. Осы еңбек жолында ұстаздар қауымына биік белестер мен шығармашылық табыстар тілейміз. Уақыт бөліп келгендеріңізге, қолдауларыңызға көп рахмет. Өнер әлемінде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Ұстаздар қауымы бүгін мінекей өнер білім өнер фестивалінің 4-ші аймағы бойынша 1-ші күнін аяқтап жатырмыз. 8 ұжым, 8 білім беру ұйымы өз өнерлерін көрсетті. Үлкен дайындықпен көріп келгенін, өнер фестиваліне үлкен мән берілгенін ұжым тарапынан, басшылық тарапынан көрініп тұрды. Сондықтан соңғы бүгін 249-шы мектеп лицей бүгінгі күннің қорытындысын қойып жатыр. Енді мектептің үлкен дайындықпен келгенін көріп тұрмыз. Ұжымға және басшысы бір айта кететін ерекшелік осы фестиваль барысында мектеп басшылары өздері шығып өнер көрсетіп жатырғаны, сол ұжыммен бірге біте қайнасып жатқанын көріп біз іштей қуанып отырмыз. Себебі енді қазір қандай бір ұлт болғанмен де сол елмен бірге, халықпен бірге, ұжыммен бірге біте айтыласқаны ол өте дұрыс, орынды шешім ғой деп ойлаймыз. Біз осы фестиваль басталғаннан бері қарата осы 4-5-6 мектеп басшысының осындай сахнада өнер көрсетіп, сол ұжыммен бірге біте қайнасып жатқанының куәсі болдық. Бүгін де осындай басшылардың коллективпен бірге ортасында жүргенін көріп, үлкен қуанышты керемет күйде отырмыз. Фестивальдің ерекшелігінде жаңа айтып жатырмыз. Өзінің ережесі бар, бір ай, бір жарым ай бұрын қолдарыңызға тиді. Сол жерде көріп таныстыңыздар, көрдіңіздер. Енді әрбір ұжымнан бір номер, 2 номер болады. Кем дегенде бір номер аламыз деп шешті қазылар алқасы. Енді 36 мектеп әрқайсынан бір 2 номер алғанның өзінде де 70-ке тарта номер болып кетеді. Сондықтан оны шақтауымыз керек. Ертең қорытынды концерттің барысында біз ұжымдардың арасынан топтастыру деген жұмысты жүргіземіз деп қазылар алқасымен келісімге келіп отырмыз. Мүмкін бағанағы айтылған ұжымдарда, өнер көрсеткен ұжымдардың ішінде егер қажетті болған жағдайда бір толыспай жатқан өнердің бір түріне қажет болып жатқан жағдайда оларды шақыртып алатын боламыз тағы да. Сонымен қатар біз ережеде жүргізушілер туралы айтып кеткенбіз. Жүргізушілерді де қазылар алқасы анау 1-ші күннен бастап өнер көрсетіп жатқан барлық мектептің жүргізушілерін өз алдына жазып, сызып қойып отыр. Енді оларды да ертең қорытынды концертте арнайы біз алдыртатын боламыз. Қазір енді жүргізушілер туралы айтпағанменен де жеке өнерпаздарға есімдер аталатын болады. Бірақ сол жүргізушілердің де өзіндік ертең номинациялары бар қорытынды концертте. Олардың бәрі марапатталатын болады. Енді сонымен қатар жанрдың барлығы қамтылып тұр. Бұл жерде қазылар алқасы қазір енді шығып айтатын болады. Дайынсыздар ма? Онда бүгінгі фестивальға қазылық жасап отырған қазылар алқасының төрағасы, біздің Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, біздің мақтанышымыз. Келіңіздер, сәке келсеңізші. Сәукен Әлі Шайманбекұлының қатысуын шақырамыз. Мектебі бар ма еді? Осы жерде Шиліден адам бар ма? Шилі 259 мектептен есіңнен нені алғайсың деген ансамбль нөмірмен бір нөмір ғана алынды. 78 Сарыбұлақ мектебі, 78 мектеп Сарыбұлақ ауылы. Жылқы ішінде Алла жүр әні және ауылым әні. Бар ма осы жерде? Барсыз. Үйдері барсыз ғой.
бұл кісілерді жақсы дайындап келген. Одан кейін Жамбыл Жабаевтері жақсы дайындап келген. Бұл кісілерден 3 нөмір алынып тұр. Асыл мұра саз аспаптар ансамблі, жаңағы халық аспаптар ансамблі. Әлхисаны ойнаған. Сосын Абурия ансамбль бөлек екенсіздер, сондай ма? Неге біргеуге болмайды деген бұл, сондай бір нәрсе естіп қой. Бірігіп шықпаса болмай ма? Шықса? Сосын ене тәрбие деген би бар екен, сол алғанда. Енді жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, 110-110 мектеп шықты. Енді олардан шыққан бәрін көріп отырсыздар. Өте жақсы ауыз бітірген шыққан атап өтуіміз керек, оны бәрі көріп отыр. Бұл жерде былай болып тұр. Біз 2 нөмір әуелімен бөлек алынғандарды айтып жіберейін. Бұл әні Махаббат Аманбай. Сосын Гүлнар Аязова Гакку. Үстіне қорған Назерке тобы. Сосын Назерке тобы 3 жерде бар ма? Сосын мұнан қайтып келген кезде өзі музыканы білетін адамдар бар шығар. Мен Гүлнар апайға турникеге қайтып келсем, постоянно. Турникеге қайтып келген 3 дауыс қосып тұрсыздар. Мен байқаған 3 дауыс айттыңыздар, жақсы. Бірақ анда әр нәрседе мысалы осындай көп ұстаймыз да, зачем это керек? Аяқ 60 жылдарда сондай мәнермен айтады да, екінші дауысты. Терцияда атайған музыкада. Енді сосын бір 2 топты біріктіріп бір топ қылдық біз. Болса да Тұлпар тобы мен жастар топты біріктіріп. Ондай үлкен бағдарламаны жасауға болатын сияқты өздерінің жастарын идеяларын көріп тұрмыз. Сонымен енді 2-9 мектептен соның 5 нөмір алып. Ертең тағы соңында несі бар. Соңында бір аймақ қалып бізде 8 мектеп болу керек. Ол осы аудан орталығынан бар, ауылдық жерден бар, бір-екеу тағы да. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Енді аманшылық болсын. Жақсы үлкен ауылдық жердегі мектептердің бәріне рахмет айтамыз. Осыған жерде лицей мектептерінің саны да үлкен, баспасы да үлкен, барлық жағы үлкен. Соның бір-бірді үлкен, соның ішінде шындығына керек. Енді 259 мектеппен салыстыра алмаймыз көбісінде. Ол коллективтің үлкендігі рөл ойнайды. Бірақ ол ұйымдастыруға байланысты. Қанша үлкен болғанда. Сондықтан рахмет айтамыз баршаңызға. Мына жерде Жауһар апай да отыр, Гүлдәурен отыр. Жақсы дайындық берген Жауһар апай тағы да осы мектеп басшылары отыр ғой, жақсы араласқан мектеп өзі. Гүлдәурен дегенде әнді де айтты, көрген сөзді де оқыды, өзі дирижерлады. Бәрін осы Гүлдәурен өзі жүрді. Оның да айтқанымыз қанша еңбегі бар. Сондықтан баршаңызға оң болсын деп, құтты болсын. Рахмет. Енді олай болса кент қала мектептері таңертең мұндайдан аманымызға тағы да кездесеміз. Осы жерде кездескен күндер болсын. Батеке, бұл жермен бірге кішкентай интервью берсеңіздер. Осы арада осы жерден маған жақындай бер. Чуть-чуть кілдет қайтарайын артқа. Өзім айтам саған. Шамал, не ғой артистер? Қайырлы күн. Біз. Өзім айтам. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазалы аудандық кәсіподақ бөлімінің ұйымдастырып жатқан білім өнер фест фестивалі бүгін 249 мектеп лицей болып қызу дайындықпен келіп қатысты. Барлық қатысып жатқан білім ордаларына алғысымыз шексіз. Осы фестиваль арқылы ұстаздарымыздың ой өрісі дамып, ұжымның ауызбіршілігі арта түсуде. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.